Selam dostlar, bugünkü sabahımız paralel tüzüler, yani 7. sınıfın geometriyanın takırı var. Yani paralel tüzülerde biz neni aytamiz? Sonradan tanışıp alalım birinci. Paralel tüzüler, yani A men B tüzüğüne seykes aytılıp turganday, A tüzüğü men B tüzüğünü görsek, yani oslar paralel tüzüler retinde görsetilgen. Bir жазıkta жататын, bir-birinden kıyılıspaytın tüzüler paralel tüzüler dep aytılат. Paralel sözü Grek'tin paralel katar жүрüşü degen sözden çıkkan. Yani muna belge, muna A men B'nın ortasındağı belge sol paralel belgisi, yani paralellik belgisi dep aytılат. Yani bunun okuluğu A paralel B'ga, yani A tüzüğü paralel B tüzüğüne. Nemесе A tüzüğü B tüzüğüne paralel dep okusak da bolat. Al endi paralel tüzüğlerin 3 teoreması var. Paralel tüzüğlerge seykes 3 erejesi var dep karastырамыз. Eger iki tüzüğü men kıyışı жасайтын içki aykış burçlar teң bolsa, onda bul tüzüğler paralel bolat. Yani paralel tüzüğler iki tüzüğü berilse deydi. Mına siyatlı iki tüzüğü berilse, bir tüzüğü, tağ bir tüzüğü, sol iki tüzüğü üçüncü bir tüzüğü kıyıp dur deydi. Yani A tüzüğü men B tüzüğü, mına S tüzüğü dep karastırayık. Iki tüzüğü men kıyışı жасайтын içki aykış burçlar teң bolsa, muna burç ben muna burç teң bolsa deydi. Muna x ben muna y dep karastırayık. X ben y teң bolsa, onda bu A tüzüğü men B tüzüğü paralel bolat deydi. Mine paralellik belgisi bulay жазылат deydi. Бұл birinci teoремada aytılıp dur. Екінші теорема: егер екі түзүү мен кыюшы жасайтын сәйкес бурчтар тең болса, onda бул түзүүлөр параллел болот дейт. Сәйкес бурчтар дегенimiz мына бурчтар ғой. Ана x бурч мен мына жерде z деп алайын. Z бурч. X пен z бурчу, яғни тең болса, екінші теорема боюнча булар параллел түзүүлөр, яғни A мен B параллел болот. Мына üçüncü bir kıyışı kıyıp etken кезде, ol ekеуінің үш түзүүнүн арасында орналасқан бурчтарга сәйкес айтылып тур бул теоремалар. Яғни z-imiz мына y-ге тең сәйкес кеп тур, яғни будан алдыңғы айтылған теореманың сонун bir жардамчысы болуп тур бул. Üçüncü теорема: егер екі түзүү менен кыюшы жасайтын ички тустас бурчтардын косундусу 180 градуска тең болса, onda бул түзүүлөр параллел болот. Яғни мына x пен мына жердеги бурч дейт. Бул жердеги бурчту биз k деп белгилеп алайык. X пен k'нын косундусу, яғни
Егер екі түзумен қиюшы жасайтын ішкі тұстас, яғни ішкі тұстас дегеніміз мына бұрыштар еді. Мынау бұрыш пен мына бұрыш еді. Яғни бірінші бұрышқа мынау бұрыш вертикал бұрыш. Сосын мен тағы бір деп жазып қойдым. Яғни біріншіге бір вертикал болып тұр. Вертикал бұрыштар өзара тең бұрыштар деп айтылатын еді. Демек, мына бірінші бұрыш пен үшінші бұрыштың қосындысы 180 градусты берсе, міне мына жерде жазылған 180 градус шығатын болса, онда бұл түзулер параллель болады дейді. Үшінші теоремаға сәйкес бұлар А мен Б параллель. Ал енді қалған бұрыштарын табуымыз керек. Қалған бұрыштарын табу үшін бізде төртінші бұрыш 130 градусқа теңдейді. Яғни төртінші бұрыш пен үшінші бұрыш бұл жерде сыбайлас бұрыш деп айтылады. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусты беретін еді. Яғни бұрыш 3 тең 180 азайтылған 130 градус дейміз. Сонда шығады қанша? 50 градус. Яғни бұрыш үшінші бұрышымыз 50 градусқа тең екен. Ал енді үшінші бұрышымыз 50 градусқа тең болса, бұл жерде жаңа айтылып еді, параллель бұрыштардың мына үшінші бұрыш пен бірінші бұрыштың қосындысы 180-ді беру керек. Сол арқылы бірінші бұрышты табып аламыз. 180, яғни бұрыш 1 тең 180 азайған үшінші бұрыш, яғни үшінші бұрышымыз 50 градус болған. 50-ні азайтсақ 130 градус. Яғни тағы бір мына төртінші бұрышқа тең бұрыш шықты. Енді біз екінші бұрышты табуымыз керек. Екінші бұрыш, яғни бірінші бұрыш пен екінші бұрыш сыбайлас бұрыш болып тұр бұл жерде. 180-нен бірінші бұрышты азайтатын болсақ, екінші бұрышқа 180 азайған 130 тең 50 градус. Яғни барлық бұрыштардың жауабын таптық. Шықты, бұл да шықты, анықталды. Ол көрсетілген өзінде.